Бүгінде халықтың діни ақпаратқа деген сұранысы артқан сайын интернетте пәтуа бергіш ғалымсымақтардың да қатары өсіп келеді. Егіне 5 тал сақал қойып, басына тақия кие салып, тақуаға айналғандар әлеуметтік желіде уағыз айтуға көшті. Алайда олардың барлығы бірдей діни білімге ие, жауапкершілігі жоғары тұлғалар деуге келмейді. Қазақстан зайырлы мемлекет. 2011 жылы елімізде діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылданып, офлайн, онлайн уағыз насихат айтуға қатаң талаптар қойылғанын білеміз. Соған сәйкес діни қызмет арнайы тіркелген діни бірлестіктер арқылы ғана жүзеге асырылуы тиіс. Діни талаптарға сөз сөйлейтін адамның тиісті білімі, ресми дін қызметкері болуы мен уәкілетті органның рұқсаты керек. Яғни кез келген адам өз бетінше уағыз айтуға, пәтуа беруге немесе халықты белгілі бір діни бағытқа шақыра алмайды. Мұндай әрекеттер заң талаптарын бұзу болып саналады. Ал дүмше деп отырғанымыз діни білімі таяз, бірақ өзін көпшілікке ақыл айтушы, діннің шынайы жолын көрсетуші ретінде таныстыратын адамдар. Олар көбіне әлеуметтік желілер арқылы аудитория жинап, халықтың сенімін пайдаланып, жалған немесе бұрмаланған ақпарат таратады. Мұндай әрекеттердің салдары өте қауіпті. Соңы тіпті радикализмге де апарып соқтыруы мүмкін. Қазақстан заңнамасында діни араздықты қоздыру, экстремистік идеяларды насихаттау, азаматтарды заңсыз діни қызметке тарту қылмыс болып есептеледі. Егер кез келген әрекет осы шеңберден асып кетсе, ол адамға әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Сонымен қатар бұл мәселенің алдын алу үшін тек құқықтық емес, рухани ағартушылық жұмыс та маңызды. Қоғамда діни сауаттылық артпайынша мұндай адамдардың ықпалы азаймайды. Әрбір азамат дін мәселесінде сенімді дерек көздерге жүгініп, ресми діни мекемелердің пікіріне сүйенуі қажет. Таяу күндері мүфтият қоғамда көзге түсіп жүрген осы келеңсіздікке қатысты арнайы мәлімдеме жасады. Бұл аталған жөнсіздіктің шектен шығып бара жатқанын көрсетсе керек. Осылайша мұндай заң бұзушылыққа бүкіл қоғам болып қарсы тұрып, батыл тойтарыс беру арқылы ғана біз бүлік пен іріткінің алдын аламыз.